Баршаңызға сәлем достар, бүгін 1 жасқа арналған торт жасаймыз. Ең алдымен біз торттың бисквитін жасайтын боламыз. Ол үшін 5 жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен араластырамыз. 15 минут миксерлейміз, осындай аппақ көбік болғанша. Ұнға разрыхлитель мен ванилин салып, онда 3 бөлікке бөліп саламыз. Лопатканың көмегімен араластырамыз, миксерлемейміз. Бір келкі масса болғаннан соң, оны пергамент қағазына құйып, 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Бисквит піскенше, оның бетін әсемдеуге арналған заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін сары майға сахарная пудраны қосып миксерлейміз. Сосын ванилин саламыз. Бұл бізге торттың бетіне гүлдер салуға қажет болады. Одан кейін мастикамен, осындай формалардың көмегімен бетіне жазуымызды жазамыз. Мастикаға әртүрлі бояулар қосып, осындай формалар шығарамыз. Олар біздің тортты әсемдеуге қажет болады. Бисквит дайын болды. Бисквит суығанша кремін жасаймыз. Ол үшін бізге 33% сливки қажет болады. Осылай қою болғанша миксерлейміз. Одан кейін 2 ас қасық сливочный творог саламыз. Торттың тәтті болғанын қаласаңыз, өз қалауыңызша сгущенка салуға болады. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Бисквитті бір санның формасына келтіріп, кесіп аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Асты тайғанап кетпеу үшін осылай кішкене крем жағып аламыз. Арасы қатты құрғақ болып қалмау үшін сироп жағып шығамыз. Кремімізді жағып шығамыз, бүкіл жеріне бір келкі етіп жеткізіп. Әр слойдың арасына осылай сироп жағып шығамыз. Тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Ортасына қызыл желе жағып шықтық. Торттың бетін өз қалауыңызша әртүрлі етіп әсемдей беруіңізге болады. Осымен біздің тортымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Сау болыңыздар.